қымбатты достар, білгенге маржан айдарымыздың бүгінгі бөлімінде біз терең тамырлы сан ғасырлық тарихы бар Ұлы Жібек жолы туралы қызықты мәліметтерге тоқталатын боламыз. Ұлы Жібек жолы десе көз алдыңа күн астында күйіп тұрған алып шөл далалар, аяғы көрінбейтін қымбат жүктері бар керуендер, мыңдаған шақырым жол жүріп өткен саудагерлер, алдыңғы мақсатына жету үшін шөл даладан да өтуге дайын көпестер елестейді. Жібек жолы термині кейіннен енгізілген, ал жолдың өзі ежелгі. Жібек жолы терминін неміс географы Фердинанд Рихтхофен 1877 жылы енгізген. Ол бұл сауда жолы туралы Қытай туралы жазған кітабында айтып өткен болатын. Бұл бағыт арқылы бірінші кезекте алтынмен қатар әлемдік валюта түріне айналған жібек матасы тасымалданды. Бұл қымбат маталар патшалар мен елшілерге сыйлық ретінде ұсынылып, жалданбалы әскерге жалақы төленіп, мемлекеттік қарыздар осы жібек матамен қайтарылған. Аталуына қарап бұл жолды қандай да бір мықты магистраль деп ойлайсың. Алайда тарихшылар атап өткендей, Ұлы Жібек жолы үлкен ағашқа ұқсайды. Себебі оның көптеген бағыттары болған. Осылайша сауда айналымы көптеген қалаларды қамтыды. Ұлы Жібек жолының қашықтығы 12.000 шақырымды құрады. Сондықтан саудагерлер мұндай қашықтықты толық жүріп өтпеген. Көп жағдайда олар ауысыммен жүріп жолдың ортасында өз тауарларын ауыстырып отырған. Қытай императорының сауда жасайтын серіктестерді іздеу үшін жіберген арнайы дипломатиялық керуені Қытайға 13 жылдан кейін бірақ оралған. Жібек жолы арқылы көп жағдайда жүзім мен мақта, жылқылар мен азықтық дақылдар жеткізілді. Ұлы Жібек жолының пайда болуының арқасында қолөнер шеберлері жаңа өнер түрлерін игерді. Шеберлер темірден жасалған бұйымдарды жасау ісін шығыстан, ал шыны жасау ісін батыстан үйренді. Қытай аңыздарында жібек жіпті ең алғаш болып Силинчи патшайым алған делінген. Аңызға сүйенсек, патшайым шай ішіп отырған кезде оның шын аяғына ағаштан жібі шығып тұрған құрт түсіп кетеді. Сөйтіп патшайым құрттың жібін тарқатып алып, осылайша алғашқы жібек жіп алынады. Тасымалдың қарқындылығы жібек жолындағы кейбір қалалардың арнайы уақыт кестесін белгілеп отырған дәлелдейді. Мысалы, керуендер Қытайдың Лоян қаласынан алдыңғы керуеннің шыққанына бір апта өткеннен кейін бірақ қозғалған. Бүкіл Еуразия арқылы саяхаттаған саудагерлер технологиялар, діни илімдер туралы айтып мәдениетімен бөліскен. Сапарға саудагерлер ғана емес, жазушылар, жауынгерлер де ғалымдар да аттанған. Ұлы Жібек жолының тарихы өте көне. Еуропа осы бағытпен жүріп өткен саяхатшылардың арқасында ғана шығыстың мәдениетімен танысты. Мысалы, оқ-дәрі алаш Қытайда ойлап табылды, бірақ еуропалықтар бұл туралы білгеннен кейін ғана алғашқы қару-жарақ пайда болды.